Бүгін біз балаларға жиналған алмаларын жәшіктерге салуға көмектесеміз. Балалар 48 килограмм алма жинады. Егер де алмаларды 2 жәшікке теңдей етіп бөліп салатын болса, бір жәшікте неше килограмм алма бар? Сары алмаларды қызыл алмалардан бөліп алайық. Сары алмалар 40 килограмм. Ал қызыл алмалар 8 килограмм. Алдымен 2 жәшіктің әрқайсысына сары алмаларды тең бөліп салайық. 40-ты 2-ге бөлсек, тең болады 20. Қызыл алмаларды 2 жәшікке тең бөлемін. 8-ді 2-ге бөлсек, тең 4. Әр жәшікте 20 килограмм сары алма мен 4 килограмм қызыл алма бар. Сонда бір жәшікте неше килограмм алма? Ойланып көрші. Дұрыс, 24. 20 қосу 4 тең 24. 48-ді 2-ге қалай бөлдік? Тағы да бір қарап шығайық. Бөліндінің мәнін табу үшін 48 санын разрядтық қосылғыштарға жіктейміз. 48 бұл 40 және 8. Осы сандарды 2-ге бөлеміз. Сандардың қосындысын бір таңбалы санға бөлу үшін әр қосылғышты 2-ге бөліп, нәтижелерін қосу керек. Жазайық. 40 бөлу 2 қосылған 8 бөлінген 2. Есептейміз. 40-ты 2-ге бөлсе 20. 8-ді 2-ге бөлсе 4. 20 қосу 4 тең болады 24.